Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз алгоритмдердің асимптотикалық күрделілігі туралы сөйлесеміз. Бұл тақырып компьютерлік ғылымдардың негізі болып табылады және спорттық бағдарламалауда, техникалық сұхбаттарда өте маңызды. Біз компьютер қаншалықты жылдам жұмыс істейді, алгоритмдерді қалай талдаймыз және неге кейбір кодтар тез, ал басқалары баяу жұмыс істейді, осының бәрін талқылаймыз. Алдымен заманауи компьютердің жылдамдығын түсінейік. Қазіргі процессорлар шамамен 3 көбейтілген 18 дәрежесі операцияны, яғни 300 миллион операцияны 1 секундта орындай алады. Мысалы, миллион операция шамамен 3 миллисекундта, 100 миллион операция 0,3 секундта, ал миллиард операция 3 секундта орындалады. Сондықтан алгоритмнің тиімділігі өте маңызды. Операциялар саны артқан сайын уақыт та өседі. Асимптотика бұл алгоритмнің тиімділігінің бағалау тәсілі. Ол n үлкейген сайын алгоритмнің жұмыс уақыты немесе жады қалай өсетінін зерттейді. Әрбір алгоритм үшін біз оның жұмыс уақытын сипаттайтын бір функция табамыз. Бұл функция n өскен сайын алгоритм қанша операция орындайтынын көрсетеді. Кішкентай n үшін, мысалы 10 элемент болғанда, n операция жасайтын алгоритм 10 операция, ал n квадратты операция жасайтын алгоритм 100 операция жасайды. Айырмашылық 10 есе. Бірақ n миллионға жеткенде n операция жасайтын алгоритм миллион операция жасайды. Бұл 3 миллисекунд. Ал n квадрат операция жасайтын алгоритм триллион операция жасайды. Бұл 55 минут уақыт алады. Демек, миллион есе баяу. Сондықтан үлкен деректер үшін тиімді алгоритм таңдау өте маңызды. Асимптотикалық талдауда 3 негізгі нотация бар. Big O бұл жоғарғы шек. Алгоритмнің ең жаман жағдайдағы күрделілігі, яғни біздің алгоритмнің операция санының функциясы сол таңдаған функцияның астында жатады. Big Omega төменгі шек. Ең жақсы жағдай, яғни біздің алгоритмнің операция санының функциясы әрқашан сол функцияның үстінде жатады. Big Theta нақты шек. Жоғарғы және төменгі шектер сәйкес келгенде қолданылады. Яғни алгоритмнің операция санына сәйкес келетін функция. Күнделікті тәжірибеде біз көбінесе Big O нотациясын қолданамыз. Себебі біз ең жаман жағдайда дайындалуымыз керек. Графикте 3 функция көрсетілген. Fn функциямыз біздің алгоритмнің нақты жұмыс уақыты. Gn функциясы салыстыру үшін алынған қарапайым функция, төменгі жағында. Осы функцияны тұрақты коэффициентке көбейтілген түрі, то есть Gn функцияны коэффициентке көбейтілген түрі. Белгілі бір n нүктесінен кейін біздің Fn функциясы әрқашан c көбейтілген Gn функциясынан төмен жатады. Яғни алгоритмнің жұмысы ешқашан осы шектен аспайды. Сондықтан біз айтамыз, Fn ол O Gn. Графикте бірнеше күрделілік түрлері берілген. Ең маңыздысы олардың өсу жылдамдығын салыстыру. Ең төменгі сызық O1. Бұл тұрақты уақыт, яғни n қанша өссе де уақыт өзгермейді. Бұл ең тиімді алгоритм. Одан кейін O log n. Бұл өте баяу өседі. Мысалы, бинарлық іздеу сияқты алгоритмдер күрделілігі. Келесі On. Бұл сызықтық өсу, яғни n 2 есе өссе, уақыт та 2 есе өседі. Одан кейін n log n. Бұл сызықтықтан сәл жылдамырақ өседі. Көптеген тиімді сұрыптау алгоритмдерінің уақыты. Келесі On квадрат. n өссе, уақыт өте тез көбейеді. Мысалы, 2 ішкі цикл. Одан кейін O2-нің n дәрежесі. Бұл экспоненциалды өсу. n кішкентай болса да, уақыт өте тез өседі. Ең соңында On факториал. Бұл ең баяу алгоритмдер. Өсу өте жылдам, практикада қолдану қиын. Big O нотациясында біз қатты әсер етпейтін константаларды және кіші мүшелерді алып тастаймыз. Неліктен? Себебі өте үлкен болғанда константалар маңызды емес. Мысалы, O2n ол бізде On-ге тең. O5n On-ге тең. Тіпті O6 ол O1-ге тең. Сондай-ақ кіші мүшелері де алып тасталады. Мысалы, On квадрат плюс n On квадрат. Себебі n квадрат n-нен әлде қайда тез өседі. Біз тек ең үлкен дәрежелі мүшеге назар аударамыз. Енді практикалық код мысалдарына көшейік. Массив элементіне тікелей индекс бойынша қатынау бұл O1. Тұрақты уақыт. Бір for циклы n рет орындалса, бұл On. Сызықтық күрделілік. 2 кірістірілген цикл, әрқайсысы n рет, бұл On квадрат. Квадратты. 3 кірістірілген цикл On куб. Куб күрделілік. Циклдер саны күрделіліктің дәрежесін анықтайды.
Егер 4 цикл бірінің ішіне бірі кірістірілген болса, о n4 дәрежесі болады. Егер k цикл бірінің ішіне бірі кірістірілген болса, о n-нің k дәрежесі болады. Келесі кодта n 16-ға тең болса, while циклінде n-ді 2-ге бөлсек, n 16-дан 8-ге, 4-ге, 2-ге, 1-ге, 0-ге дейін азаяды. Бұл log 2 негізде 16 4 итерация. Әр қадамда n өлшемі 2 есе азаяды. Жауап k болса, 2-нің k дәрежесі n-нен үлкен немесе тең болу керек. Яғни k дегеніміз log 2 негізде n. Бағдарламалауда негізді әрқашанда 2 деп санайды. Сондықтан асимптотика кезінде жазылмайды. Енді келесі кодты қарайық. Әр қадамда n өлшемі 10 есе азаяды. Жауап k болса, оның k дәрежесі n-нен үлкен немесе тең болу керек. Яғни k дегеніміз log 10 негізде n. Биго нотациясында логарифм негізі маңызды емес. Log 2 негізде n, 3,3 көбейтілген log 10 негізде n. Бірақ екеуі де o log n деп жазылады. Олар тек константаға айырмашылық жасайды. Ал біз константаларды тастаймыз. Енді күрделі цикл құрылымдарын талдайық. Мұнда сыртқы цикл i тең 0-ден n-ге дейін, ал ішкі цикл j тең 0-ден i-ге дейін. Ішкі цикл 0, 1, 2, n-1 рет орындалады. Бұл арифметикалық прогрессияның қосындысы. n көбейтілген n-1 бөлінген 2. Big O-да бұл o n квадрат болады. Себебі біз константаларды алып тастаймыз. Итерациялар саны n плюс n-1 1-ге дейін. Ол n көбейтілген n+1 бөлінген 2. Бұл да o n квадрат. Екі жағдайда да j кіші i-дан немесе j тең i күрделілік бірдей. Арифметикалық прогрессияның қосындысы o n квадрат болады. Енді 3 деңгейлі кірістірілген цикл i, j, k индекстері бар, әрқайсының өзінің шектерінде жүреді. Нақты формула n көбейтілген n-1 көбейтілген n+1 бөлінген 6 болады. Бірақ Big O-да біз тек o n куб деп жазамыз. Константа 1 бөлінген 6 алып тастаймыз. Келесі мысалымызда сыртқы цикл n рет, ішкі цикл теориялық түрде n рет болуы мүмкін. Бірақ j 4-ке қалдықсыз бөлінсе, бірек жасайды. Демек, ішкі цикл максимум 4 рет орындалады. Себебі келесі 4 сан біреуі 4-ке бөлінеді. Жалпы күрделілік n көбейтілген 4, 4n. Бұл o n. Экспоненциалды күрделілік. Бұл рекурсивті алгоритмдердің нашар жағдайы. Solve n функциясы 2 рет solve n-1 шақырады. Рекурсияда әр деңгейлерде шақырулар саны 2 есе артады. Яғни solve 0 деген функциямыз o 2-нің n дәрежесі орындалады. Экспоненциалды функцияның уақытын салыстырайық. n 20 болғанда 2-нің 20 дәрежесі миллион операция. Бұл 0,03 секунд. n 30-да миллиард операция 3 секунд. n 40-та триллион операция 55 минут. Спорттық бағдарламалауда n 24-тен үлкен болғанда уақыт шегінен асып кетеді. Енді ең нашар жағдай факториалды күрделілік. o n факториал. Барлық ауыстыруларды, перестановкаларды тексеру. n 5-те 120, n 10-да 3-те 6 миллион, n 15-те 1-де 3 триллион, n 20-да 2-де 4 квантиллион операция. Енді практикалық шектеулерді қарастырайық. 1 секундтық уақыт лимиті үшін 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі операция секунд негізінде. o n алгоритмінде n 10-ның 8. o n log n-де n 5 миллион. o n квадратта 10 мың немесе 20 мың. o n кубте 500. o 2-нің n дәрежесінде n 24-25. o n факториалда 12 болады. Күрделілік өскен сайын шешуге болатын n-нің мәні қатты кішірейеді. Асимптотика алгоритмінің қаншалықты тез өсетінін көрсетеді. Келесі кездескенше.